саған не деген ғажап. Бұл сонда ненің құрметіне? Бүгін менің соңғы сабағым. Қойыңызшы, мен сіздің науқас екеніңізді білмедім ғой. Түріңіз аздап босап тұрған сияқты. Жоқ, сырқаттанамын. Бәсе, сап-саусыз ғой. Енді ертеңнен бастап сендерді айдаһар жауынгер жаттықтыратын болады. Не? Менен көрі өлекшін дұрыс еді ғой деп ойлаймын. Ақыл айтқанда алдынан жан салмайды ғой. Жетер по. Не айттым ғой? Сен айдаһар жауынгерсің ғой, іске сәт. Өзіңіз ойлап қараңызшы, мен бұларға не үйретем? Олардың әлі үйренері көп, білім ешқашан көпті кетпейді. Мәселен, қазір мен саған бір тәсіл көрсетем. Әсер ету, тайып тұру. Анау не? Саған! Не деген шеберлік? Қайда кетті? Қайда кетіп қалды? Ұстаз. Ол кетіп қалды, еркін тұра беріңдер, болды. Біз сіздің бұйрығыңызды күтіп тұрмыз. Енді бізді жерге қаратпа. Қорықпа, үйреніп кетесің. Қорқам! Қандай қорқынышты! Енді орнына ауыстырыңдар. Мешін орнында тік тұр. Құп болады, ұстаз! Құп болады! Жоға, өлекшін, құйындай құйғыт! Жарайды, ұстаз. Байқа! От! Кешір, байқамай қалдым. Тырна жоғары көтеріл. Ай! Мені мышып жібердің ғой! Сыржыла мен өлекшін! Тоқтамаңдар! Тез қимылдаңдар! Екеуің мына сар күртеше киген жыбырлақ жәндіктердің көзін түгел құртыңдар. Ғафу өтінем, кешіріңдер. Жарайсың по. Бүгін жаңа бірдеңе үйрендіңдер ме өзі? По, сен енді сабақ бермей-ақ қой. Өлекшін қол аяғын ауыртып алды. Iya, масқара болды. Қолынан түк келмейді екен. Жұртқа күлкі болды. Шифу да ойланбайды екен. Үгібайдың ізбасары болды деме? Бізді естіп қойған сияқты. Жоқ, мен ештеңе естігем жоқ. Ол сен ақымақ деді. Кешіріңіз мен, Угвей. Зәремді алдыңыз ғой. Бірінші сабағың қалай өтті? Масқара болдым. Естідім. Кім айтты? Өлекшін бе? Мешін, Тырна, Дәуіт, Пиң мырза, сыйлықтар дүкеніндегі Чоун ханым, әлгі үйректер сосын өлекшінді айтты. Олай болса, менің осымен доғаратынды да естіген шығарсыз. Сабақ беруде ме әлде күлкі болуда ма? Екеуінде. Менің қандай оймен тағайындап жүрсіз? Қолыңнан келмейтінін біліп ем. Не? Сонда не? Бәрін әдейі істедіңіз бе? Егер өскін келсе, биік белестерді бағындыруға ұмтыла білу керек. Шүкір, ұстаз, өзіме осы өмірім ұнайды. Сен әлі өзіңнің кім екеніңді білмейсің. Неге білмеймін? Мен айдаһар жауынгермін. Ал айдаһар жауынгер деген не мағынаны білдіреді? Ол әлгі, не ғой, ары бері жүру, анда-санда аяқ қолды сермеу, аңғарды қорғау, сондай сияқты ғой. Аяқ қолыңды сермеу дейсің бе? Сонда Угвей ұстаз сенің осы қасиетіңе тәнті болып бет. Ата-бабаларымыз сенің ары бері сандалып, аяқ қолыңды сермеп қояндармен жасырынбақ ойнайсың деп бойыңа ерекше күш тартқан болды ғой. Солай шығар? Жоқ. Угвей сенің бойыңнан ұлылықты көрді. Менің қарсылығыма қарамады. Әзірге өзің жайлы көп ештеңе білмейсің. Көп замай сен ерекше күш иесі атанасың. Ондай күшті тіпті елестету мүмкін емес. Вау! Бұл не өзі? Міне, ци деген осы. Вау! Ци деген не? Күллі тіршілік иелеріне тән энергия. Сонда қалай? Егер мен тәлімгер тансам, жаңағыдай сиқыр жасай алам ба? Жоқ, егер сен сабақ беретін болсаң, мен осындай керемет сиқыр жасайтын болам. Циді игеру үшін өз-өзіңді ұстай білу керек. Угвей 30 жыл өңгірде жалғыз отырып, өзіне бір ғана сұрақ қойды.